Швейцария. Дәлдік пен сапаның, сонымен қоса дәмді шоколад пен қымбат сағаттардың отаны. Швейцариялықтар өз байлығын көрсетіп мақтануға аса құмар емес, алайда экономикалық жаңалықтарда бұл ел азаматтары бай болып саналады да, жан басына шаққанда жалпы ішкі өнімі 80 мың ақш долларынан асады. Себебі бұл ел байларға қызмет етеді. Аса қымбат сағат брендтері Rolex, Richard Mille сияқты, тағы сол сияқты брендтер түрлі елдерде бай бағландар мен президенттердің ғана қолынан көруге болады. Тіпті қымбат шоколад брендтері Lindt, Toblerone да қарапайым азаматтар үшін қымбат ләззатқа саналады. Әлемнің бар бай бағландарын өзіне бағындырған Швейцария. Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Еуропадағы экономикалық көрсеткіштердің ғажайып үлгісі болатын ел Швейцария жайлы айтамыз. Фашистер мен еврейлердің байлығын иемденген, ал қазір әлемдегі диктаторлар мен мафиозалардың, есірткі мен қару-жарақ саудагерлерінің, парақорлар мен салықтан қашқан байлардың ақша сақтайтын елі жайлы толыққанды ақпарат береміз. Соңына дейін көріңіз, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Швейцария. Табиғаты қаншалық әдемі, әрі қайталанбас сұлу болса да, бұл елдің географиялық орналасуы экономикалық өсімге соншалықты қолайлы емес. Әлемдік мұхитқа шыға алмайды. Бұл әлемдік сауда жолдарына қол жетпейді деген сөз. Сонымен қоса, Швейцария табиғи қазба байлықтарымен де мақтана алмайды. Мұнай, газ, көмір сияқты энергетикалық маңызды ресурстары да жоқ. Сонымен қоса, елдің кейбір аумақтарында құрылыс жұмыстарын жүргізу тым қымбатқа түседі. Себеп, жер бедері сондай, арзан құрылыс жасау мүмкін емес. Ең бастысы, табыс табуға болатын арзан жұмыс күші де жоқ. Осындай кемшіліктеріне қарамастан Швейцария қалай байыды. Швейцария бір салада өзін мықты екенін дәлелдеді. Ол бизнес. Сауда саласы болсын, өндіріс, тіпті банк сектор мен ақша айырбас саласында өзін ерекше қырынан көрсетті. Оларда басқа елдерде жоқ ерекше қымбат бағалы зат бар. Ол сенім. Мүмкін швейцариялықтардың қызмет көрсетуі қымбат шығар. Бәлкім бұл елде тіпті пойызбен жүру бағасының өзі аспандап тұрған болар. Бәлкім елде өндіріліп жатқан фармацевтикалық өнімдер бағасы қымбатқа түсер, немесе ауыл шаруашылық өнімдері қымбат саналар. Немесе сіздің адал жолмен тапқан, мүмкін сәл адал емес жолмен тапқан ақшаңыздың қорғайтын банк қызметі де қымбат саналар. Алайда Швейцария өз қызметімен қоса сенімді береді. Бұл елде сіз қаржысын төлеген соң, өз алған қызметіңізге, оның сапасы мен құпиялығына 100% сенімді боласыз. Осы сенімнің арқасында Швейцария қаржы орталығына айналды. Бірінші бөлім. Екінші дүниежүзілік соғыс, фашистердің алтыны және еврейлер ақшасы. Швейцарияның ұятсыз баю тарихы. 20 ғасырдың басында ешкім Швейцарияны бай болды деп айта алмайды, себебі Швейцарияны байытқан екінші дүниежүзілік соғыс. Бұл соғыс Еуропа экономикасына аса үлкен соққы болды. Тек Швейцария ғана бұл соғыстан пайда тапты. Швейцария бұл соғысқа тікелей араласпады, қалыс қалды да бейтарап позиция ұстанды. Осы тұста фашистер Еуропаны тонап, алтын күміске байыды, бірақ оларға алтын емес, соғысқа темір, яғни металл керек еді. Ал металл сатып алу үшін фашистер швейцариялық франкты қолданды, ал есесіне Швейцария таза алтын алды. Онымен қоса бұл соғысқа кім жеңері белгісіз болып тұрған тұста, еврейлер де, ұлтшылдар да соғысқа қатыспаған Швейцарияға байлығын тасып, осы Швейцария банктеріне әкеліп тықты. Себебі Еуропада соғыс өрті жалмап жатқанда, Швейцарияда тыныштық еді. Бұл ел жан-жағынан биік таулармен қоршалғандықтан, ұлтшылдары бұл елмен келісім жасауды жөн көрді. Бұл келісімнен ең көп пайда тапқан әрине Швейцария болды. Фашистерден алған алтынмен қоса, Еуропа байлары мен еврейлердің ақшасының көп бөлігі иесіз қалды. Себебі еврейлерді фашистер түгелдей қырып, ал қолға түскендердің газ камераларында өртеді. Бірақ олардың байлығының көп бөлігін фашистер иемдене алмай қалды, себебі ол байлық Швейцария банктерінде еді. Ал екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, Еуропада тыныштық орнап, қайта экономикалық өсу жолына түскен кезде, Швейцария Еуропадағы ең бай ел болып шыға келді. Осы күнге дейін Швейцарияны соғыста фашистерге көмек көрсетті, ұятсыз байыды деп айыптайтындар аз емес. Алайда сол айыптаушыларда жоқ нәрсе қазір Швейцарияда бар. Ол ақша, көп ақша. Екінші бөлім. Швейцария экономикасының құпиясы, немесе швейцариялық бизнес. Бұл елде жан басына шаққанда 12 килограмм шоколад өндіріледі. Сонымен қоса ірімшіктің 450 түрін жасайды, ал жүзімнің 250 түрі сортын егеді. Тіпті жай ғана нанның 200 түрін пісіреді.
Швейцариялықтар өздерінде бар ресурстарды қалай дұрыс пайдалану керектігін және елде бар табиғи экономикалық кемшіліктермен қалай дұрыс күресуді біледі және онымен күресіп келеді. Олар бірінші орынға сапа менен сенімді қойды. Соның арқасында Nestle, ABB, Novartis, Roche сияқты брендтер жұмыс жасауда. Швейцария білім ғылымға және өнертабыс саласына ең көп қаржы бөлетін елдердің қатарында. Швейцариялықтардың орташа IQ көрсеткіші 102 балл, ал Нобель сыйлығын алған швейцариялықтардың саны 27. Бұл жан басына шаққандағы Еуропадағы жоғарғы көрсеткіш. Ел азаматтары жоғарғы квалификациялы жұмыс орындарында жұмыс жасайды. Соның арқасында әлемде Қытайда жасалған деген сөз арзан әрі сапасыз тауарды еске түсірсе, ал Швейцарияда жасалған деген сөз жоғарғы сапа мен сенімді тауарды елестететін деңгейге көтерілді. Ауыл шаруашылық өнімдері, бидай, қант, сүт өнімдері мен шараптар ішкі нарық пен экспортқа сатылып жатыр. Ал фармацевтика саласында да бұл ел тауарлары сұранысқа ие. Үкімет пен халықтың арасы тым жақын, әрі халықтың үкіметке деген сенім көрсеткіші жоғары. Үкіметке, билікке таласушы топ та жоқ. Елде демократиялық принциптер дегеннен гөрі ұлтшылдық принциптер жоғары. Оның бір дәлелі елді ұлтшылдар басқарады. Шетелден келген мигранттар дәл швейцариялықтар сияқты құқыққа ие бола алмайды. Шығыс Еуропа елдерінен мұнда мигранттар келеді, бірақ олар жоғарғы квалификациялы жұмыстар жасай алмайды. Деңгейі төмен жұмыстарға тартылады. Швейцария табиғаты тамаша, туризмге жағдай жасалған, алайда Швейцарияның туризм саласынан табатын табысы ішкі жалпы өнімнің 2,6% ғана құрайды. Қуатты көршілердің арқасында да біраз табыс табуда. Олар Германия, Франция, Австрия мен Италия. Бар болғаны 8,5 миллион халқы бар бұл елдің байлық құпиясы бұлар емес. Ең бастысы швейцариялықтарда ақша мәдениеті бар. Олар ақша жаратуды, оны жинау мен көбейтуді жақсы біледі. Қымбат сән салтанатты швейцариялықты көру әсте қиын десе де, олардың оған шамасы жетеді. Олардың сонда да еуропалық басқа ұлттардың қарағанда жұмыс істеу ұзақтықтары көп. Ұзын сөздің қысқасы, олар көп жұмыс жасайды, аз ақша жаратады, көп ақшасын жинайды да көбейтеді. Үшінші бөлім. Швейцария байлығы. Банк шахталары. Швейцарияда қазба байлық, мұнай газ бен көмір жоқ, алайда олар ең сенімді құпия банктер бар. Соның арқасында бұл банк шахталарынан ақшаны күреп табуда. Банктегі құпиялық туралы заң 1713 жылы ақ қабылданған. Ол кезде тек белгілі бір азаматтардың байлығын жасыру үшін қабылданған заң абыройы жылдан жылға өсе берді. Әрі көршілес жатқан Еуропаның бай елдері соғысқа дейін өз елдеріндегі бай бағландарға көптеп салық сала бастаған кезде 1934 жылы банк секторы мен оның құпиялығы туралы заң қабылданды. Бұл заң бойынша банк секторындағы құпиялық жария ету аса ауыр қылмыс болып саналды. Сол себептен қазірге дейін бүкіл әлемдегі диктаторлар, деспоттар мен мафиозалар, қару-жарақ пен есірткі саудасымен айналысушылар немесе жай ғана парақор шенеуніктер мен салықтан жалтаратын бай бағландар жиған терген ақшаларын Швейцария банктерінде сақтауда. Бұны түсіндіру өте оңай. Егер алда-жалда қылмысың әшкере болып қолға түссең, бар мүлкіңді тәркілейді. Тек Швейцария банктеріндегі ақшаға тиісе алмайды. Ол банктер өзге ел үкіметіне мейлі қылмыскер болса да, кез келген клиенттің шотында қанша ақша бар екенін айтпақ түгілі, ол адамның шоты бар екенін де айтпайды да, мойындамайды да. Ол банк құпиясы болып саналады. Сол себепті өз елінде ақша жымқырған қылмыскерлердің көбі ақшасын Швейцария банктерінде сақтайды. 2018 жылғы есеп бойынша Швейцария банктеріндегі ақша 6,5 триллион ақш долларын құраған екен. Немесе бұл бүкіл әлемдік шекара аралық қаржы операцияларының 25%. Ал 2020 жылы Швейцария банктеріндегі ақша құны Швейцарияның өзінің ішкі жалпы өнімінің 500%-ін құраған, яғни ішкі жалпы өнімінен 5 есе артық болған. Бірақ соңғы жылдары Швейцария банктерінің абыройы мен беделі түсіп келе жатыр. Еуропалық одаққа кірмейтін бұл елдегі банктер, мысалға UBS, AG Credit Service Group сияқты беделді банктердің беделі төмендеген. Оған себеп коррупция. Жалпы Швейцарияда оның үкіметінде жемқорлық өте төмен, тіпті жоқ деуге болады. Ал банк секторында жемқорлық пен ақша бопсалау соңғы жылдары жиі айтылғандықтан бұл банктердің беделіне нұқсан келтіруде.
Final thoughts, яғни қорытынды ой. Швейцарияның біз айтқан экономикалық өсім моделін қайталау мүмкін емес, және оны қайталауға тырысудың өзі ақмақтық болар еді. Дәл Швейцария сияқты соғыс ситуациясына тап болып, онда нейтрал позиция ұстану қолдан келмейді, не болмаса өзге елдердің бизнес моделі, халық басқару моделі, тіпті банк секторда ондай бола алмайды. Егер Швейцариядан үлгі етіп алуға болатын екі түрлі сектор бар болатын болса, оның бірі бизнес модель, яғни сенім. Сапа мен сенім кез келген швейцариялық өнімге, оның елдегі қызметке деген сенім бизнеске қарқын беруде, ал бизнес ел экономикасының тірегі болуда. Екінші үлгі етіп алуға болатын модель бұл халықтық психология. Ақша ұстау, оны жарату мен жинау мәдениетін қалыптастыру, яғни швейцариялық модель. Көп жұмыс жасау, аз ақша жарату, көп ақша жинау мен оны өсіру. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғыс білдіреміз. Қарапайым экономика арнасындағы басқа да экономикалық сауатты, әрі пайдалы, әрі қызықты видеоларды көріңіз.